Саентология. ақш-та 1954 жылы құрылған. Негізін жазушы фантаст Лафайет Рональд Хаббард салған бұл теріс ағым қазіргі таңда өз жұмысын жалғастырып жатырған жайы бар. Қазақстан Республикасының территориясында саентология шіркеуімен байланысқан 5 қауымдастық пен топ бар. Саентологияның діни саясаты Хаббард шығармаларын насихаттаумен аяқталады. Психологиялық тесттер, тренингтер өткізу және тағы басқа емді шаралары арқылы халықтың ойынан шығып адастырады. Негізгі саентологиялық процедура адитинг, құлшылық немесе психоанализ сеансы. Бұл процедурада барлық айтылғандар жазылып алынады. Тіпті ұйымда кез келген сапада қолданылуы мүмкін. Коммерциялық бағытта табынушылық іс-әрекетке баратын, жалған діни оқуларды ұйымдастырып жатқан саентология шіркеулеріне адасып барып жатқан қанша қазақстандықтар бар. Басты мақсаты тиісті төлемақы мөлшерінде адам қабілетін жақсарту және рухани санасын жоғарылату болып табылатын бұл жалған ұйым халықты шатастыруда. Дианетика және саентология. Сенімдері бойынша саентология ілімі дін болып есептеледі. Дианетика және саентология адитинг сеансы бойынша жұмыс істейді. Гипноз әдістері арқылы адамда эйфория сезімін, рухани жағынан көтерілу туғызады. Жақтаушыларына дүние жүзі оларға қарсы екендігіне, өздерінің таңдаулы екендіктеріне, сындарға қарсы шығу және ұйымға жанқияр болу сияқты нәрселер сендіріледі. Ақиқат тек саентологияда ғана. Адамдардың барлығы қателесіп жүр. Адамдарға ұйымға деген мұқтаждық және өз ісін кінәлау сияқты нәрселер сендіріледі. Саентологтардың басты мақсаты әлемдегі барлық басқару жүйесі мен қайта құру әрекеттерін саентологиялық үлгімен жаулап, дін мен діни ұйымдарды жойып, дүние жүзіне саентология жүйесін енгізу.